Осы күйеуінің сырларын әйелі ешкімге ашпау керек. Сосын үйде қандай да бір саяқ шайқалып қалған болса, соны әйелі ешқашан төркініне звондап, бүгін мынандай болды үйде деп айтуына болмайды ол. Неге десеңіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Айша анамыз сұраған: "Я Аллахтың елшісі, осы әйел заты үшін сұхбатқа, достыққа, мына сырласуға ең лайықты адам кім?" деп сұраған кезде пайғамбарымыз айтқан екен: "Күйеуі ғой" деп. Сондықтан кез келген үйдегі проблемаңыз күйеуіңмен шешілу керек. Сол күйеуің сенің отаның, шындап келген кезде. Неге бүйтіп айтамын мен отаның деп? Өйткені Адам алейхиссаламның жаңағы қабырғасынан жаралған еді Хауа анамыз. Сол қабырғасынан жаралуы нені білдіреді десеңіздер, әйелдің қайтатын орны күйеуі екен. Әйелдің отаны күйеуі. Осындай дәрежеде сыйлау керек та күйеуіңізді. Проблемада қандай нәрсе болып қалды араларыңызда, екеуіңіз өзара шешіп тастау керексіздер. Сіздердің ол нәрсені шешіп тастайтын Құрандарыңыз бар. Құран секілді кітабыңыз тұрғанда басқа жақтан шешім іздеген ол ұят болады ол. Мұсылман отбасы осындай дәрежеге дейін шыңдалу керек та. Құранға қайтып, екеуі араларындағы болған нәрсені ешкімге білдірмеу керек. Күйеуі де барып, жаңа мысалы достарына барып, бүгін әйеліммен ұрсып қалдым, менің әйелім былай деген сөзді мүлде болмайды ол айтуға. Ол үйдегі екеуіңіздің алда жасырып тұрған нәрсені сыртқа неге шығарасыздар? Алладан басқадан жәрдем тілемеңдер ешқашан. Алла Тағала ол мәселелеріңді тез шеше салады, егер Аллаға, Құранға, өзара жаңағы бір сұхбатқа қайта қойсаңдар.